Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге тағы да орынбасар Маулида. Бүгін мен сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын чипсидің рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге орташа көлемдегі бір картоп. Егер сіздерде үйлеріңізде көп адам болса, көп картофель алсаңыздар болады. Бірінші картофельді аршып, тазалап, жуып аламыз. Сосын екіге бөліп, турай бастаймыз. Жұқа қып турасаңыздар, 15-20 минутта пісіп қалады. Ал егер қалың қылып, немесе орташа қып турасаңыздар, көп уақытты алады. Мен бір үлкен картофель алдым, және оны турап жатырмын. Мен барлық картофельді турап біттім. Енді оны осында ыдысқа саламыз. Егер мынандай дақтар болса, алып тастаған жөн. Бұлардың барлығын ашып аламыз. Енді бұның үстіне оливковое маслоны құямыз. Егер сіздерде оливковое масло болмаса, кәдімгі сұйық майды пайдалансаңыздар болады. Және жақсылап араластырамыз. Егер видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Және мен Instagram каналыма да тіркеліңіздер. Енді бұның үстіне тұз саламыз. Және мен лавровый листті де қосамын. Қоспасаңыздар да болады. Және қызыл бұрыш. Қара бұрыш салсаңыздар да болады. Бәрі өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай. Тағы да жақсылап әдемілеп араластырып аламыз. Тұз бен қызыл бұрыш барлық жағына жайылғаны жөн. Мен араластырып алдым. Енді бұны 1-2 минутқа қойып қоямыз, тұздық сіңгенше. Пешімізді 210 градуста қыздырып аламыз. Және профилімізге жаңағы дайындаған картоптарды қойып шығамыз. Профилге пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Осылай барлығын қойып шығамыз. Мен барлығына салып алдым. Енді бұны 210 градуста 30 минутқа пешке аттандырамын. Мен 210 градуста 30 минутқа пешке аттандырдым. Менікі орташа көлемде қылып кескендіктен 30 минуттай піседі. Егер сіздер жұқа қылып кессеңіздер, ондай болса 15 минутта пісіп қалады. Міне, менің пиццаларымның бірінші партиясы пісті. Менің
чипсыларым дайын болды. Менің чипсыларым тура 30 минутта пісті. Мен қазір ғана оны духовкадан шығарып, осы тарелкама салдым. Қазір сіздермен бірге дәмін көреміз. Өте дәмді достар. Егер видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болыпты. Егер сіздерде дәмдеуіштер көп болса, онда дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер. Ондай болса, дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Міне мен қазір екіншісінде жеп көремін. Өте дәмді достар. Мен каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескен.